Фильм бастала салысымен Зет барлық қарақшыларды қырып жатады. Мен барлық пираттардың көзін құртамын, түбіне жетемін деп айтады Зет. Зет болса қасындағы екі көмекшісіне тез арада қағылған майда пираттарды құртып, маған көмектесіңдер деп айтады. Әрмен қарай бізге Кизару мен Зеттің шайқасын көрсетеді. Бұл екеуі ұстаз мен шәкірт арасындағы шайқас болғаннан соң Зетқа Кизарудың фруктысы қатты кедергі келтірген болады. Пожалуйста, верните ко мне Дина. Зет Кизаруға ешқандай да Динаны, яғни дәріні бермеймін дегеннен соң жарылыс болғаннан кейін бір адамның пайда болғандығын көрсетеді. Әрмен қарай мугиваралықтар қиын жағдайға тап болады да Усоп кемедегі өртті өшіреді. Уничтожение вредителей! Он действует только на жуков! Нами оларға адамша дем алып тынықсаңдаршы деп айтады мугиваралықтарға. И почему вы не можете отдыхать, как нормальные люди? Нами мен Санджи осылайша бір-бірімен сөйлесіп кетеді де әрмен қарай аспандағы ауа райының бұзылғандығын байқайды. Дәл сол кезде күн ашық кезде аяқ астынан қар жауа бастайды. Нами өзінің сағатына қарайды да осыдан соң басқа островтарда не болып жатқандығын білгісі келеді. О, стрелка лутпоста так интересно дергается. Луфи! Мугивара Луфи болса алдыға қарай жылжимыз деп командаластарына айтады. Одан кейін теңіз жағасынан бір адамды көріп қалады да Луфи оны барынша тартып өздерінің кемесіне қарай әкеледі. Робин болса қалған мугиваралықтарға бұл Зетқа ешқандай да сенуге болмайтындығын және де ол дозорнилармен жұмыс жасайтындығын айтады. Ты с таким уровнем силы хочешь стать королем пиратов? Чоппер болса Зеттің жарақаттанған қолдарын емдеп береді және де оған алғысын айтады Зет. Дедуль, а ты дозорный? Луфи болса мен болашақта қарақшылар патшасы боламын деген кезде Зет ашуланып кетеді де Луфиға атака жасайды. Санджи Луфиға көмектесу үшін Зетпен шайқасып кетеді. Әрмен қарай уақыт өткеннен кейін Луфидің қасына дозорнилар келеді. Адмирал Нео дозорных. Айн, ваш корабль окружен. Фрэнки болса өзіне жаңадан қарсылас тапты. Самоса! Танец стеблей позволяет управлять всеми растениями! Нами болса жарақат алып қалады. Чоппер Намиді құтқарамын деген кезде қолынан келмейді. Зет пен Луфи осылай ұзақ сөйлесіп тұрады да Луфи Гарптың немересі екендігін біліп оны жібере салады. Луфи болса болашақта біз кездесеміз, мен сені әлі-ақ жеңемін деп айтады. Осыдан кейін мугиваралықтар өздері қашып кеткен болатын. Әрмен қарай бізге дозорнилардың штатын көрсетеді. Мен Зевсті жақсы білемін, ол баяғыдан өз мақсатына жету үшін барлық нәрсені құрбан ететін адам болатын. Егер де Зет оралатын болса, мен таңғалмас едім. Неужели твоя ненависть настолько сильна, что ты готов уничтожить мир? Әрмен қарай Чоппер болса Намидің кішірейіп кеткендігіне таңғалады да, ал қалған мугиваралықтардың ешқандай да өзгермегендігіне таңғалып пингіз самай қалады. Не найдем, ты в нормальное состояние не вернемся. Робин болса барлықтарыңда қуа бермей өзіміздің жасымызға қайтадан оралуымыз керек деп барлығына да түсіндіріп жатады. Осылай сөйлесіп жатқан кезде Санджидің ойы тек қана қыздар болғаннан кейін Зоро ол ойынан тез арада бас тарту керектігін айтады. Да я бы новорожденным тебя победил. Мугиваралықтар болса өздерінің баяғы көрген атасын кездестіріп қалады. Мне просто нравится, что в новом мире люди рискуют своими жизнями, чтобы достичь мечты. Мына аралда негізінен көптеген пираттар өмір сүрген еді. Ол пираттар дәл қазір уақытта жоқ. Осылай әңгімелесіп жатқан кезде ата тұрады да мугиваралықтарға айтады: егер де сендерге біреу тиісетін болса, мен әрқашанда көмектесуге дайынмын дейді. Нами болса Луфиға тез арада өзіміздің жасымызға бірінші келейік дейді. Намичан хоть и маленькая, но держит всех в ежовых рукавицах. Осылай мугиваралықтар ойланып жатқаннан кейін оларға бір әйел оданша мына островқа қарай барыңдар деп айтады. Бұл аралға мугиваралықтар келеді. Луфи болса фруктовик болғаннан кейін суға түскеннен соң күшінен айырылып қала жаздап әлсірейді. Робин болса өзінің жас кезін есіне түсіреді де сахнаға шығып билейді. Эти молодые и энергичные телодвижения впечатляют. Рад, что вам нравится.
Зоро мен Луфи суға шомылып жатқан кезде Луфи Зетті ойлап есіне түсіреді. Зет, сен менің командамды толығымен өлтіре жаздадың. Егерде алдыма шығатын болсаң, мен сенің көзіңді құртамын деп айтады Луфи. Мугиваралықтар бассейнде шомылып жатқан кезде адмирал Аокиджиді көреді де таңғалады. Неліктен таңғалды? Себебі оның үстінде көптеген шырамдар бар. Ол шырамды кім қалдырғанын барлығымыз да жақсы білетін шығармыз. Нами болса дозорниларға шарап алып кеп береді. Взрослые поговаривают, что вы здесь для того, чтобы поймать Зеда. Дозорни болса бұл остров жайлы Намиға барлық шындықты айтып беріп жатқан кезде командир оны тоқтатады. Чересчур много болтаете. Извините, капитан! Девочка сильно интересуется Зет. Дозорни болса Намиға атака жасайын деп жатқан кезде Мулаточка оны ұстап қалады да Нами қашып үлгереді. Мугиваралықтар мен Аокиджи ұзақ сөйлесіп қалады. One Piece дозорнилардың кесірінен пайда болды, не болмаса дозорнилардың кесірінен қарақшылар пайда болды деп айтады. Армандар бірінші пайда болды ма, не болмаса адамдар ма? Әлбетте адамдар, армансыз адамдар болмайды деген түсініксіз нәрселерді айтып кетеді Аокиджи. Усоп тағы да басына бір проблеманы тауып алады да Мугиваралықтарға келеді. Луфи, рассчитываем на тебя! Пожалуйста. Дозорнилардың барлығын қырып тастағаннан кейін Луфи сәл үлкенірек дозорнидан осы остров жайлы барлық информацияларды сұрайды. Осылайша сөйлесіп жатқан кезде вулканның атқылаған дауысы шығады. Вулканның атқылап жатқандығын дозорниларда пайдаланады да Мугиваралықтар мен дозорнилар арасында соғыс басталып кетеді. Осылайша барлығы шайқасып жатқан кезде вулкандар жазықсыз қала тұрғындарына түсіп жатқан кезде Аокидзи оларды құтқарып қалады. Слишком ли ты далеко зашел? Зет болса Луфиді көріп қояды да оған көптеген атакалар жасайды. Содан соң Зет Луфиға: сен арманың үшін Мугиваралықтардың көзін құртуың керексің, не болмаса өзің өлесің деп оны тығырыққа тірейді Зет. Они все еще не пришли? Нами мен қалғандары болса Луфидің келмегендігіне қатты уайымдайды, ал Луфи мен Зет болса өзара шайқастарын бастап кетеді де кім мықты екендігін анықтау үшін. Я резиновый человек, мне твои пули не страшны. Осылайша Санджиға атака жасайды да өзі жоқ болып кетеді. Зоро да өзінің қарсыласын таппай қалады. Зет пен Луфи болса ұзақ шайқасып жатады. Зет болса Луфидің шляпасын көреді де қатты ұнатып қалады. Зеттің қолындағы шляпасын көрген Луфи: бұл шляпаны маған Шанкс берген, ол мен үшін аманат деп тағы да шайқасып кетеді Зет пен Луфи. Көптеген вулкандар мен толқындардың келе жатқандығын көрген Мугиваралықтар қашып үлгере алмай қалады-ау деген кезде Аокидзи оларға көмектесіп сулар мен вулкандарды қатырып тастайды. Вот это фейерверк. Қарғыс атқыр пираттар қалай ғана құтылып кетті менен, енді қолыма түсетін болса аямаймын деп айтады Зет. Сотру пиратов, всех до единого, с лица земли. Каждого отправлю в ад! Коби болса Гарпқа келіп Зеттің қандай адам болғандығы жайлы сұрайды. Ол кішкентай кезінен өте еңбекқор, лидерлік қабілеті бар, керемет адмирал болған еді. Пират, ненавидевший Зефира, убил его жену и сына. Зет көптеген адмиралдарды жаттықтырып шығарды. Акайну, Кизаро, Аокидзи, Смокер секілді мықты адмиралдарды жаттықтырып шығарды. Бір күні ол пираттармен соғысып жатып қолынан айырылып қалады да үкімет басшылығына мен адмиралдықтан кетемін деп өзі кішігірім группа құрып алады адмирал Зет. Ол бәрібірде ең мықты адмирал болып қала береді біз үшін деп айтады Гарп. Мир этот грешный покину я. Аокидзи да қатты қайғырады. Осы уақытқа шейін Зет оны жаттықтырып келді. Аокидзи Зетқа ішімдік береді де екеуінің арасындағы естеліктер мәңгілік қалатындығына сөз береді. Остановить пиратов. Дозор не может установить настоящую справедливость. Выпьем в другой раз. Аокидзи мен Зет кішігірім ерегісіп қалады да Нами Аокидзидің келе жатқандығын көріп шошып кетеді, себебі ол пират емес адмирал болғандықтан. Аокидзи әлемдік үкіметке жұмыс жасайтын болғандықтан Сенгоку, Гарп, Зет және де Аокидзи ол төртеуі де барлық нәрселерді, құпияларды білетіндігін жақсы біледі.
Сонда сен бізді қырмайсың, бірақ Зет болса барлық пираттарды қырып жатыр. Бұны қалай түсінсек болады? Соны бізге түсіндіріп берші деп сұрайды. Меня это не касается. Сендердің не айтып жатқандарыңды түсінбедім, бірақ та менің өзімнің мақсатым бар. Ол қарақшылар патшасы атану. Менің арманым қарақшылар патшасы болған кезде шляпаны қайтадан Шанксқа И беру. пойду за ним куда угодно. Всегда готов к войне. Командаластары болса Луфиді қатты уайымдайды, себебі қарақшылар патшасы атану Луфиға байланысты және де оның командасына. Ал келесі кезек 3-ші островқа қарай барамыз ба деп ойлауы. 3-ші островқа барса, әлбетте оларды Кизару күтіп алады, так что қатты ойланулары қажет. Мугиваралықтар болса осылайша қариямен қоштасады да келесі жолға аттанады. Эй, Луфи, маған айтшы, сен болашақта шынымен де қарақшылар патшасы атанасың ба? Әлбетте иә, мен саған сөз беремін. Болашақта қарақшылар патшасы атанамын деп айтады. Мугиваралықтар шляпа үшін қайтадан 3-ші островқа қарай келді. Зоро болса Зеттің оң қолы мына қызбен шайқасамын деп шешеді. Осылайша мугиваралықтар әрқайсысы өзіне керек қарсыластарын алып алады да шайқасқа аттанып кетеді. Луфи өзінің воля наблюдениясын қосып алады да қарсыластарының барлығын смело көріп жайбарақат жүре береді. Нами болса кіп-кішкентай болып дозорныйлардың барлығын қырып тастайды. Ощущения? Какие тут могут быть? Луфи әйтеуір дегенде жолдағы қарсыластарының барлығын қырып келіп өзінің шляпасын көреді. Ол шляпаны алу үшін енді Зетпен шайқасып оны жеңуі қажет. Енді И көреміз. правда рассчитываешь победить меня такими атаками? Үлкен пацифистар мугиваралықтарға шабуыл жасап жатыр еді. Фрэнки үлкен роботқа айналады да олардың көзін құртады. Санджи да өзіне бір қарсылас тауып алады да онымен шайқасын бастап кетеді. Зоро болса өзінің қарсыласын смело жеңеді. Одан кейін көптеген шайқастар орын алады да Нами, Брук және де Чоппер өзінің баяғы қалыптарына оралып жатады. Я тоже вернулся в нормальное состояние. Зет пен Луфи әлі де шайқасып жатыр. Мен пираттарды жек көремін. Сен тіпті қарақшылар патшасы болам десең, мен сені одан самайын жек көремін деп айтады. Почему ты так хочешь стать королем пиратов? Жай әшейін қарақшылар патшасы болғым келеді. Егер де мен ана шляпаны алатын болсам, одан сайын мотивациям жоғарылап, қарақшылар патшасы болуға деген ынтам жоғарылайды деп айтады Луфи. Зет қатты ашуланады да өзінің күшін тағы да көтеріп Луфиға атака жасап жатқан кезде құлайды. Мен қартайдым, оны тіпті денемде сезіп жатыр. Зет пен Луфи шайқасып болғаннан кейін өздерінің командаластары келеді. Айн, ни в коем случае не откатывай мою жизнь на 12 или 24 года, чтобы я их в соло вынес. Для меня главное, чтобы вы были в порядке. Кизару болса мугиваралықтар мен Зетті көріп тұрғандығын барлығына да айқайлап айтады. Осының барлығын естіген Зет алда шайқас болатындығын іші сезіп тұрған секілді. Мугивара и Луфи, продолжай свое путешествие. Возможно, у тебя в планах загасить все живое, но меня это не волнует. Аокидзи болса үлкен сцена шығарады. Довел место моего упокоения. Сенсей! Мугиваралықтар осындай үлкен сценаны сындыра алмайтындығын түсінеді де басқа аралға кетуді жөн санайды. Барсалино Кизару болса өзінің ұстазына атака жасап оны өлтіреді. Фильмнің соңы.